Музыканттар аспаптарын қолдарына алған сайын, олардың миында отшашулар болып жататынын сіз білдіңіз бе? Сырттай қарағанда олар ноталарды оқып, қажетінше нақты және жақсы машықтанған қозғалыстарды жасай отырып, сабырлы және зейінді көрінеді. Бірақ олардың миының ішінде нағыз мереке болып жатады. Мұны біз қайдан білеміз? Соңғы бірнеше онжылдықта неврологтар МРТ және ПЭТ сканерлері сияқты құралдардың көмегімен нақты уақытта бақылау арқылы миымыздың қалай жұмыс істейтінін түсінуде үлкен жетістіктерге жетті. Осы құрылғылар оқу немесе математикалық есептерді шығару сияқты тапсырмалардың әрқайсысына сәйкес белсенділікті байқауға болатын мидың аймақтары болатынын көрсетті. Бірақ зерттеушілер қатысушыларға музыка тыңдатқанда, олар отшашуларға ұшырасты. Дыбысты қабылдап, әуен мен ырғақ сияқты элементтерді түсіну үшін оны ажыратып, содан кейін олардың барлығын біртұтас музыкалық сарынға біріктірген кезде, олардың миының бірнеше аймақтары бірден маздап жанды. Біздің миымыз бұл жұмыстың барлығын музыканы алғаш естігенімізбен аяғымыз ырғаққа соғып бастаған кезге дейінгі секундта жасап үлгереді. Бірақ ғалымдар музыка тыңдаушылардың миын бақылаудан музыканттардың миына ауысқанда, мидағы кішігірім отшашулар күллі мерейтойға астасты. Музыка тыңдағанда мида біршама қызықты әрекеттер болып жатса, музыканы орындағанда мида оның толық дене жаттығуларына тең баламасы жүріп жататыны белгілі болды. Неврологтар күрделі, өзара байланысты және таңғаларлық жылдам дәйектілікпен мидың әртүрлі ақпараттарды өңдейтін бірнеше аймақтарында жарқылды байқады. Бірақ миды сонша жалындататындай музыка орындаудың құдіреті не? Зерттеу әлі де жаңа, бірақ неврологтардың жақсы идеясы бар. Музыкалық аспапта ойнау мидың барлық дерлік аймағын, әсіресе көру, есту және мотор қыртысын бір мезетте әрекетке тартады. Кез келген басқа дене жаттығулары сияқты музыка орындаудағы жүйеленген құрылымдық тәжірибе мидың сол функциялары мен қабілеттерін нығайтады. Ал оларды біз өз кезегінде басқа салаларда да қолдана аламыз. Музыканы тыңдау мен оны ойнаудың ең айқын айырмашылығы, музыканы ойнау мидың екі жарты шарында да басқарылатын ұсақ моториканы қажет етеді. Ол сонымен қатар сол жақ жарты шар көбірек қатысатын лингвистикалық және математикалық дәлдікті және жаңашылдық пен шығармашылыққа бейім оң жақ жарты шарды біріктіреді. Осы себептерге байланысты музыка ойнау екі жарты шар арасындағы көпір болып табылатын мидың күсті денесіндегі белсенділікті арттырып, хабарлардың миға тезірек және әртүрлі жолдар арқылы өтуіне мүмкіндік беретіні анықталды. Бұл музыканттарға мәселелерді академиялық және әлеуметтік ортада тиімдірек және креативті жолдармен шешуге мүмкіндік береді. Музыканы композициялау оның эмоционалдық мазмұны мен мән-мағынасын жасауды және түсінуді қамтитындықтан, музыканттар көбінесе орындаушылық функцияның жоғары деңгейлеріне, жоспарлауды, стратегиялауды және ұсақ түйекті оңай байқауды қамтитын өзара байланысты жоғары қабілеттерге және когнитивті, эмоционалдық аспектілерді бір уақытта талдауды қажет ететін зейінділікке ие. Бұл қабілет біздің жад жүйелеріміздің жұмысына да әсер етеді. Ал шынында да музыканттарда жадының шыңдалған функциялары байқалады. Олар естеліктерді тезірек және тиімдірек сақтайды және оңай қайта өңдей алады. Зерттеулер көрсеткендей, музыканттар өздерінің жақсы байланысқан екі жарты шарын әр естелікке әртүрлі тег қоюға пайдаланады. Мәселен, әрбір жадқа концептуалды тег, эмоционалдық тег, аудио тег және контексттік тег. Осының арқасында олардың миы жақсы интернет іздеу жүйесі сияқты жұмыс жасайды. Бұл артықшылықтардың барлығы айталық спортқа немесе сурет салуға қарағанда тек музыкаға ғана тән екенін қайдан білеміз? Немесе музыкамен айналысатын адамдар бұрыннан ақылды болғаны ма? Неврологтар бұл сұрақтарды зерттеді, бірақ осы уақытқа дейін олар музыкалық аспапта ойнауды үйренудің көркемдік және эстетикалық аспектілері басқа кез келген зерттелген саладан, соның ішінде өнердің басқа түрлерінен ерекшеленетінін анықтады. Когнитивті функциялар мен нейрондық өңдеуі бір деңгейдегі адамдар қатысқан бірнеше кездейсоқ зерттеулерде музыканы үйренумен айналысқандардың басқалармен салыстырғанда миының бірнеше аймақтары жетілгені анықталды. Музыка ойнаудың психикалық артықшылықтары туралы жақында жүргізілген зерттеу біздің миымыздың таңғажайып оркестрін құрайтын ішкі ырғақтарды және күрделі өзара сабақтастықты ашып, психикалық функция туралы түсінігімізді арттырды. Ал сіз қандай аспаптарда ойнай алатыныңызды комментарийде қалдырыңыз. IQ-дің жаңа бөлімдерінде көріскенше.